Жер бетінде тек бір ғана ұлт қалса не болады? Адамзат планетадағы ең әлеуметтік тіршілік иесі. Әр ұлттың мәдениеті, тілі, дәстүрі және тұрмыс салты адамзат өркениетінің дамуына үлес қосады. Бірақ ой эксперимент ретінде, жер бетінде тек бір ғана ұлт қалса не болар еді деген сұраққа жауап іздесек, бұл апатты сценарийдің бүкіл қоғамға, мәдениетке, экономикаға және психологияға әсерін зерттеуге болады. Бір ұлтқа ғана негізделген қоғам әлеуметтік әртүрліліктің жоғалуына әкеледі. Тілдік, мәдени және этникалық айырмашылықтар жойылады. Бұл тек мәдени аспектіні ғана емес, экономикалық, саяси және ғылыми дамуды де түбегейлі өзгертеді. Бір мәдени әртүрліліктің жоғалуы. Әр ұлттың тілі, дәстүрі, өнері мен музыкасы бүкіл адамзат мәдениетінің байлығын құрайды. Тек бір ұлт қалғанда, басқа мәдениеттер мен тілдер жойылады. Бұл бүкіл мәдени мұраның жоғалуына әкеледі. Әлеуметтік құрылымдардың өзгеруі. Әлеуметтік институттар мен дәстүрлер әртүрлі мәдениетке негізделген. Бір ұлт қалғанда, қоғамның әлеуметтік құрылымы бір текті болады. Жаңа идеялар мен өзгерістерге икемділік азаяды. Діни және рухани аспект. Әр ұлттың өзіндік діни сенімі, дүниетанымы мен моральдық құндылықтары бар. Күрделі әлеуметтік мәселелердің ықтимал әсері. Әр ұлттың айырмашылықтары әлеуметтік қақтығыстарға себеп болуы мүмкін. Бірақ олардың жойылуы қақтығыстардың кейбір түрін азайтады. Дегенмен моноэтникалық қоғамда идеология, билікке монополизация және мәдени біртектілікке күш салу салдарынан жаңа мәселелер туындауы мүмкін. Жер бетінде тек бір ұлт қалған жағдайда әлеуметтік және мәдени құрылымдардың өзгеруінен бөлек, экономика мен ғылым да түбегейлі өзгерістерге ұшырайды. Экономикалық әртүрліліктің азаюы. Әр ұлт өз экономикалық дәстүрі, тәжірибесі мен өндірістік мәдениеті арқылы жалпы адамзат экономикасына үлес қосады. Бір ұлт қалғанда, экономикалық әдістер мен тәжірибе біртекті болады. Бұл инновациялар мен жаңа кәсіп түрлерін шектейді. Ғылымдағы инновациялардың баяулауы. Ғылым мен технология түрлі мәдениеттердің көзқарасынан, тәжірибесінен және әдістерінен дамиды. Бір ұлт қалғанда, зерттеулер бір бағытқа шоғырланады. Бұл жаңалықтардың азаюына және прогрестің баяулауына әкеледі. Ғаламдық ынтымақтастықтың жоғалуы. Қазіргі ғаламдық әлемде халықаралық жобалар, қарыш бағдарламалары, климаттық зерттеулер, технологиялық стартаптар әртүрлі ұлттардың ынтымақтастығына негізделген. Бір ұлт қалған жағдайда халықаралық ынтымақтастық мүмкін болмайды. Жобалар шектеулі масштабта қалады. Тәуелсіз даму және ресурстарға тәуелділік. Бір ұлт қалған жағдайда ресурстарды пайдалану мен экономикалық даму біртекті сипатқа ие болады. Дегенмен, жергілікті ресурстардың жетіспеушілігі және әртүрліліктің болмауы экономикалық дағдарыстарға әкелуі мүмкін. Бұл ұзақ мерзімде адамзат өркениетін тежеп, экономикалық тұрақтылыққа қатер төндіреді. Жер бетінде тек бір ұлт қалған жағдайда әлеуметтік, мәдени, экономикалық өзгерістерден бөлек, адам психологиясы мен қоғам құрылымы да түбегейлі өзгереді. Психологиялық тұрғыдан әртүрлілік пен мәдени байлықтың жойылуы адамдарға эмоционалды, когнитивтік және әлеуметтік салаларда әсер етеді. Психологиялық әсері. Әр ұлттың мәдениеті, тілі, дәстүрлері адамның тұлғалық дамуына әсер етеді. Бір ұлт қалғанда көп мәдениеттілік және тілдік әртүрлілік жойылады. Адамдар өздерін біртекті қоғам мүшесі ретінде сезінеді. Бұл кейбірі үшін қауіпсіздік пен тұрақтылық әкелсе, басқалары үшін шектеу сезімін тудырады. Қоғам құрылымындағы өзгерістер. Бір ұлт қалған жағдайда әлеуметтік институттар біртекті сипатқа ие болады. Дәстүрлі билік жүйесі, отбасы құрылымы және қоғамдағы рөлдер біртектеледі. Бұл кейбір жағдайда әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Әлеуметтік байланыстың шектеулілігі. Әртүрлі ұлттар арасындағы мәдени байланыс, сауда-саттық және тәжірибе алмасу жоғалады. Бұл қоғамдық желілердің инновациялық байланыстардың және әлеуметтік капиталдың азаюына әкеледі. Психологиялық адаптация мен стресстік факторлар. Бір ұлт қалғанда, кейбір адамдар мәдени біртектілікке бейімделе алмай, психологиялық стресске ұшырауы мүмкін. Өзге мәдениеттердің болмауы, әлеуметтік қызығушылық пен мотивацияны төмендетеді. Қорытынды және адамзатқа ескерту. Жер бетінде тек бір ғана ұлт қалған жағдайда, адамзат қоғамы әлеуметтік, мәдени, экономикалық, ғылыми және психологиялық салаларда түбегейлі өзгерістерге ұшырайды. Мәдени әртүрліліктің маңыздылығы.
Әртүрлі ұлттар мен мәдениеттер адамзат өркениетінің негізін құрайды. Бір ұлт қалғанда мәдени мұраның жоғалуы, тілдік әртүрліліктің азаюы және шығармашылық әлеуеттің төмендеуі байқалады. 2. Экономика мен ғылымға әсері. Әртүрлі ұлттар мен мәдениеттердің ынтымақтастығы экономикалық дамуға және ғылыми прогреске серпін береді. Біртекті қоғамда инновациялар мен зерттеулер баяулап, халықаралық ынтымақтастық жоғалады. 3. Психология мен әлеуметтік құрылымға әсері. Біртектілік адамдарға кейбір тұрақтылық әкелсе де, шығармашылық, жаңа идеялар және әлеуметтік байланыстар шектеледі. Адам психологиясы әртүрлі тәжірибе мен мәдени әсер арқылы дамиды. 4. Адамзатқа ескерту. Бұл сценарий тек ой эксперименті болса да, адамзатқа маңызды сабақ береді. Әртүрлілікті сақтау, өркениеттің тұрақтылығының кепілі. Мәдени, әлеуметтік, экономикалық және ғылыми әртүрлілікті қолдау арқылы біз қоғамның дамуын, шығармашылықты және психологиялық тепе-теңдікті сақтай аламыз. Табиғат пен қоғамның әртүрлілігін бағалау, адамзат өркениетінің амандығының кепілі. Қорытынды ой. Жер бетінде тек бір ұлт қалса, адамзат өркениеті біртектіліктің салдарынан шектеледі. Мәдени, әлеуметтік, экономикалық және ғылыми әртүрлілікті сақтау адамзаттың дамуы мен тұрақтылығы үшін шешуші фактор болып табылады.